бәрінен шаршап, соңғы кезде қалай өмір сүру керектігін білмей қиналып жүрсеңіз, жақсылығымды түсінбеді деп, өзгеге, ал жақсылығым неге жамандық боп қайтты деп өмірге ренжісеңіз, онда мына екі-ақ ережені ұстаныңыз. Бірінші ереже: адам гүл, шамадан артық су құймаңыз. Екінші ереже: адам үй, үйіңізге кез келгенді кіргізе бермеңіз. Мына өмір сынақ қой, тастан қатты, бағала басыңа қонған бақты. Өзіңнен артық ешкім сені түсінбес, өзің сүрт көзіңнен аққан жасты. Әлсіз болсаң тынарсың, күшті болсаң шығарсың. Әлсіз айтып қояды, күшті айтады да жояды. Үйрендім артымнан ғайбат айтқан адамның бетіне күліп қарауды. Өтірік сөйлеп тұрғанын білсем де, үндемей тыңдауды. Жүрегім жылап тұрса да, менде бәрі жақсы деп айтуды. Өмірдің қатал сынағына сынбай, қарсы тұрып қарсы алуды да үйрендім. Тірі жанға тисе де көмегің көп, міндет қылар ешқандай себебің жоқ. Бұл өмірдің бұралаң жолдарынан тайып кетсең, ешкімге керегің жоқ. Бір адам бар, елемейтін өзіңді, өсегімен таусатын төзімді, жеткізетін басқаларға бұрмалап, сан құбылтып, түрлендіріп сөзіңді. Бір адам бар, жоққа сабыр ететін, жан үнемі жақсылыққа сенетін, үміт үзбей еш нәрседен ешқашан, болашаққа бақыт дәнін себетін. Аспанды тіреп сен мейлі, жүрсең де жерге жел үрлейді. Келгендер қайтып кетеді, кеткендер қайтып келмейді. Біреудің бағы кеш келіп, біреулер көрмес еш құрмет, қолда барын бақиға арқалап кеткен ешкім жоқ. Кісінің бір айыбын маған айтқан адам, менің 100 айыбымды басқа кісіге айтар. Оянсаң таңда, жүретін жолың әлі де бар, сүре алсаң дұрыс, өмірдің мынау мәні де бар. Тіршілік еткен адамның бәрі бақытты боп, тойласаң тойын, ойнасаң ойын бәрі де бар. Уақыт өмірді жасайтын материал. Сүлеймен патшаның сақинасының сыртында бәрі өткінші деген сөз бар екен. Қиналғанда, қайғы басқанда, соны көріп, өзін өзі жұбатады екен. Бір күні жазуды оқып жұбанудың орнына ызасы келіп, сақинасын алып лақтырып жібергенде, сақинаның ішкі жағында тағы бір жазу барын байқайды. Сақинаны алып, оқып қараса, бұл да өтеді деген сөз екен. Ащы мысқылмен Сүлеймен патша сақинаны қайта киіпті, және бұдан былай қолынан тастамағанда екен, деседі. Ағарып атқан әрбір таң қиындықтан шығу жолын көрсететіні хақ. Әрбір жанның кесілгенде кіндігі, өмірінің түрледі түңдігі, адам деген қаламсапқа ұқсайды, қызмет еткен таусылғанша тірлігі. Тырысайық жақсы нәрсе жазуға, қадірменді қара жердің тұрғыны, не жаздым деп өкінбеген жақсы ғой, ғұмыр сия таусылғанда бір күні. Әй өмір, сүрінтесің, құлатасың, сынақпенен сан сағатта сынатасың. Кей кезде жалғанды да жұбатасың, ал кейде жылатқанды ұнатасың. Әй өмір. Бұл дүние сынақтың ортасы екен, бір аты 5 күн жалған ол рас екен. Бесік пен бейіттің арасында адамзат бір-біріне жолдас екен. Жора жолдас болса дағы қанша жерден, қабірде бірге жату болмас екен. Бөлмемізде таршылық болғанымен, кеудемізде таршылық болмас екен. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды, біз өмірді түсінбейміз сол қайғы.
Туа сала таудай бақыт күтеміз, ал шынында бақыт үлкен болмайды. Лүпілдеген тамырындай шекенің, жеке сағат, жеке тәулік, жеке күн, үлгермейміз түсініп те, байқапта кейбір сәттің нағыз бақыт екенін. Әлемде бар шаршамайтын пенделер, әйелдерге ешкім жоқ қой тең келер, жылап тұрып көріп қалса құрбысын, бізде бәрі тамаша деп өзгерер. Тағдыр қатал, көздерімде тұр қайғы, достар қатал, сөздерінде тұрмайды, сағат қатал, бір уақытта тұрмайды, уақыт қатал, жастығымды ұрлайды. Өмірге мынау алғысым шексіз көп менің, өмірім саған мұңымды мүлде төкпедім, шүкірлік етем осындай жақсы өмірге, бұл өмірде жайқалдым дағы көктедім. Ризамын саған өмірім, қуанып жатыр, жайқалып жатыр көңілім, жалындап жүрмін жастықтың мынау шағында, жас кезімде қажеті жоқ сөнудің. Мені адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі қынжылтады. Ешкімге кеткен кегім жоқ, сыйластық менің ұраным. Жаманат етсе де біреулер, адалдық менің тұрағым. Басқаларда шаруам жоқ, Аллахым қолдар тұмарым. Бәрін дұрыс жасауға қанша тырыссаң да, сені қате түсінетін адамдардың табылары хақ. Әркімге бір жауап қайтарып, өзіңді құр шашатпағаның дұрыс. Дана ғұламаларымыздың бірі өзін сөккен кісіге былай деген екен: егер айтқаның рас болса, Алла мені кешірсін, ал өтірікші болсаң, Алла сені кешірсін. Ұнайды, бір биікті бағындырған, тәуекелге сол үшін жаным құрбан. Ұнайды, құлап барып қайта тұру, әйтпесе талай рет сағым сынған. Ұнайды, кейде маған жеңілгенде, жеңілу жетелейді жеңілмеуге, мықтылық қарсыласты жеңеу емес, мықтылық мықтыларға берілмеуде. Ұнайды, ақмақты алдау маған, алдауға ақмақтар қолдау болған. Адалдықтың қадірін ұғынбайды, тағдырына бір ретте алданбаған. Асып-тасып шалқымай, қанағат етіп жүріңіз, жеткізбейді қу дүние, шүкірлік етіңіз. Болады бәрі де, бастысы сау болсын деніңіз. Байлығың, ата-анаң, бауырларың, денің сау боп, ешқашан ауырмағың, міне сонда сен мықты бай боласың, аман есен жүрсегер бауырларың. Бар екен деп тасымадым, жоқ екен деп жасымадым, шүкір етіп тәңіріме бас ұрамын, бағалай білгенге әр күн өзінше қайталанбас ғажап. Шүкір. Өмірден талай пенде өтер, сен де, мен де олды өтер. Бұл жалған қамшының сабындай, сыйласа алмасаң сол бекер. Мың сынақ көрсе де, иіліп сынбайтын, байлыққа мастанып, ұясын бұзбайтын, жақсылық жасаса, жар салып айтпайтын, адамдар болады, ұятын сатпайтын. Тамшыдай жауған аспаннан, басыңа бақыт орнаса, бақытты мәңгі дейсің бе, мәңгілік деген далбаса. Адамның бәрі алдайды, адалдықтары болмаса. Үміттенесің достардан, қиындықтарда қолдаса, дүние есігін ашқаннан, қиындық көрдің сен қашан. Адамның бәрі дос екен, сатқындықтары болмаса. Өзгеріс көп, білмеймін бүкіл жанда, сырласқандар алыстап, не бір таңда. Туыс түгіл алыстап бауырларда, кетіп жатыр шашырап алыстарға. Мейірім жоқ пенделер арасында, санасуға, жағдайға қарасуға. Сағынышпен кездесер жанашырың, дұшпандардай әр жаққа тарасуда.
ешқашан өкінбеймін, налымаймын. Мейлімен бір тиынға жарымайын. Барға қанағат, жоққа сабыр етіп, жеп жүрмін ғой, тәтті нан мен сарымайын. Қиналсаң да шыдадың, жыламадың, тағдырыңның тәлкегіңде құламадың. Сағынасың, үмітпен, әлі де сағынасың, төгеді деп шапағат құлатаңын. Зулайды уақыт, зулайды екен, артына мойнын бұрмайды екен. Алаңсыз жүрген бақытты күнің басыңда мәңгі тұрмайды екен. Лайықты болсаң, бағалайды өмір. Айыпты болсаң, жазалайды өмір. Сен таза болсаң, айналаңды да қоқыстан өзі тазалайды өмір. Бірін-бірі көре алмайды адамдар, көзің тайса, ту сыртыңнан жамандар. Сырттан сойып болдыңдар ғой сөзбенен, кел ендеше, жан жағымнан талаңдар. Ана ғой өмірімнің шамшырағы, ана деп кеудемнен жыр тамшылады. Балқытқан 62 тамырымды, анамның мейірімі жан шуағы. Анам ғой лүпілі жүрегімнің, ана ғой көктемі көңілімнің. Ана деген мен үшін бірінші адам, ана ғой мәні мына өмірімнің. Жаныңда жүрген жандарды бағалай біл. Бүгін де, ертең де жаныңда болуы мүмкін. Бірақ арғы күні жаныңда болуы белгісіз. Қаралауға құмармыз, табалауға құмармыз. Кінәсі жоқ жанды да жаралауға құмармыз. Өсектеуге құмармыз, кесектеуге құмармыз. Біреулердің жиғанын есептеуге құмармыз. Жаңбыр шауады, өйткені бұлт салмақты көтере алмайды. Ал біз жылаймыз, өйткені жүрек бұдан бұлай ауыр сынуды көтере алмайды. Нағыз жігіт емес қымбат көлікті, нағыз жігіт емес сұлу көрікті. Нәзік жанды аялайтын әрдайым, міне осындай азаматтар бөрікті. Әр нәрсенің аяғы болады. Ерте ме, кеш пе, біз де өміріміздің аяғына жетеміз. Бірақ адам сырттай мұтайын дегенімен, адамның жанында, жүрегінде, түкпірде қалып қоятын оқиғалар болады. Ал оны ұмыту үшін адам батыл болуы керек. Білдің бе? Сонда ғана бақытыңа жетесің. Ешкім бөгет бола алмайды арманға, көп ойланам, жалғыз өзім қалғанда. Өзі мүлде керек емес жандарды өміріңнен сызып тастар заң бар ма? Өкінбеймін өткен күндерге, өткінші жауған жаңбырдай. Түңілмеймін өткенге қарап, әй бәлкім өмір осындай. Ертеңді ойлап тербеліп, несібе іздеп тентіреп, шіркін бұл жалған өмірде бақытты күндер келер деп. Сіз жақсы адамсыз. Мен үшін күн айсыз. Басқаны білмедім, өзіме ұнайсыз. Сізде бір тұлғасыз, өзіндік орны бар. Жердегі адамзат әлемін құрайсыз. Бір күншіл пенденің негізсіз сөзіне қапа боп, қайғырып, несіне жылайсыз. Бақыттан емес, уақыттан қорқам. Мезгіл сағатым жетер деп, жауымнан емес, досымнан қорқам. Сыналсам, сатып кетер деп. Адам жанын жадыратып, жаз қылатында, құлдыратып, қыс қылатында бір ауыз сөз. Жақындарымыздан жылы сөзімізді аямай төгіп, тілекші болайықшы. Адамдармен қалды ғой сыйластығың, әй пенде, адамдармен сыйлас бүгін. Өміріңді, өз бағытыңды білмей жүрсең, арман болып қалады-ау мынау күнің. Ауыр сөйлеп, зәбір берме ешкімге, барлық адам қонақ екен 5 күнде. Көңіліңді ауыртып кеткен жандарға, сақтамағын ешқашанда кек мүлде. Айғыз-айғыз болған менен айна көңіл,
шомылып отырар ойға небір, қанша өреге салғаныңмен мен сені жақсы көрем қайран өмір. Көтер басты, иығыңды тік ұста, ғажап өмір ауасымен тыныста. Өз әлемің белгілі ғой өзіңе, өзгелерге ұнаймын деп тырыспа. Тұлпар да бар, шабамын деп құлаған, сұңқар да бар, биігінде жылаған, құлағанда, сүрінгенде демейтін, керек екен бір адам. Қалтарыс, бұлтарысы мың сан қабат, қызық өмір ақырың тұрсаң қарап, біреулердің еңбегі еш тұзы сор боп, біреулердің бақыты жүр сорғалап. Қызық өмір кім білсін сонысымен, аласымен құласы торысымен, тағдыр түрлі болғанмен өмір біреу, ұнатамын өмірді сол үшін мен. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыз.